Сопылар ісіне тапсырыс берген кім? Таяуда ғана адам ұрлады деген баппен 12 жылға бас бостандығынан айырылған сопылық ілімді қолдаушы делінетін академик Саят Ыбыраевтың адвокаттары сот барысындағы барлық материалдарды жариялауға әзір. Бүгін біздің арнамызға сұхбат берген адвокаттар осылай деді. Бұл істің артында уақаптарды жақтаушы билік өкілдерінің тұрғанына шүбә келтірмейді Саят Ыбыраевтың адвокаты Абзал Құспанов. Оның айғағы ретінде мемлекеттік айыптаушының сотталушыларға сұраған мерзімді түр нүктесіне дейін өзгертпестен судьяның оқып шығуы дейді. Сонымен бірге сотқа келінген куәгер ретіндегі жас балаларға беттеріне қара маска кигізіп, оларға сұрақ қоюға да мүмкіндік бермегендігін айтады. Ал соттың жабық өтуіне себеп болған айыптаушылардың біріне сот басалар алдында құқық қорғау органдарының адамдары келіп, соттың жабық өтуін сұраңыз, бостандыққа шығасыз, себебі президент Назарбаевтың тікелей тапсырмасы бар деп, кепіл бере аламыз деп үгіттегенімен түсіндіреді. Соған сеніп қалған сотталушының біреуі істің жабық өтуін судьядан сұраған. Бұл жайында толыққанды жан-жақты бейне материалды ертең, яғни жұма күні біздің арнамыздан көре аласыздар.